17-ші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейтұғынын. Әуелі өзіңді білуге ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмекте менің ісім. Дүниеге лайықты өнер тауып, абүйір мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәкарліктен, көрсе қызар жеңілдіктен, лепсіз шайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойда қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты: не дүниеге, не ақиретке не пайдалы болса, не залалды болса, білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды? Онан соң жүрек айтыпты: мен адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсекске дейтін. Оңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күй жайы қандай болып жатыр екен деп ойлатып, нанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекштетұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратұғын, бірақ мені таза ақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламайым. Жақсылыққа елжіреп еретұғын мен, жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын. Мен әділет, нысап, ұят, рахым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күніне осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: и Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлерің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қатылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап, детесің соның жаман депті. Ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан Тәңірні сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің, бірақ сонымен тұрмайсың да. Айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ, менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады, көнбек түгіл қуанар. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрінде жүрекке билет деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар. Табаның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.